ассалаумағалейкум Мереке, Путин құлаған күні ХТП-ға жұрттар топ-тобымен кіреді деп ойлаймын. Қазірше лекцияңды үзбей жүргізе бер, күдерінді үзбе. Қараңыздар, ешкім топ-тобымен кірмейді. Мен сіздерге айтып жатырмын, сіздер мені түсінбейсіздер, өкінішке орай. Мына нелер, мыналар, сақалдылар, бұлар саяси күш. Мынау жарайды, бұл жүгірмек, Нұрсұлтан, бұл жаңағы жымайып күліп тұр, бұл 200-ді. Қайрат Сатыбалды бар, басқалар бар, бұларды бала сияқты бағып тұрғандар. Бұлар үлкен саяси күш. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, мына олигархтар бар, қалталар қалың. Оларды жаңағы дәмін тәтті, биліктің, мынау аңқау қазақтың жаңағы миден айырылған, ештеңені меңгермейді, бұларды қалай алдап солау болатынын олигархтар біледі. Сондықтан олар билікке күреседі. Бұл жерде мына Ресейдің жаңағы технологиялары қалай болды, бізде де дәл бірдей, халық бірдей. Мен тағы да айтамын, Украинамен, мен бұрын санайтын, Украина мен орыс бір ұлт деп, олай емес. Қазақ пен орыс бір ұлт. Менталитет. Сондықтан мына телевизорда не айтады, соны қабылдайды. Жаңағы Айгүл Мүкей, Заитов, Бапи, бұлар ертең секіріп кетеді да, аманаттан басқа неге барады да, сайрап тұрады. Аңқау қазақ ұмытып қалады. Оның санасы шектелген, бір күнді 3 күнге жетпейді жаңағы есі. 3 күннен кейін бәрі ұмытып қалады. Міне, бұл жаңағы орыстардың сондай санасымен жұмыс жасап азғыртқан. Сондықтан сіздер 2364 адам кірді. Мен қазір телефондарын WhatsApp-қа шығарып жатырмын. Міне, менде 2 телефон. Мынау жаңағы телефон тұрған телефонда, мынау, мінекей, ақпарат көп. Мынау не үшін жаңағы бұлар бірнеше мың топтар ашып алады анан. Бұл технология. Анау отарлайды да, қой сияқты бағып тұрады. Сол Тайжанында шығады, ертең Шораевында шығады, Игібаевында шығады. Халық олар сатқынды жасаған момент ұмытып кетеді. Санасынан айырған. Санасынан. Енді бұл жерде мен халықты жамандап жатқан жоқ, мен жақсы көремін қазақ халқын. Мен сақтап қалғым келеді. Халықты мына орыстардың қорлауынан шығарғым келеді. Әсіресе біздің балаларымыз. Мына үлкендер болды бұлар. Мал болмайды дейді қазақта, мында жақсы сөз бар. Бұл мал болмайды дейді, көтеріңкі қойларды. Жастарымызды обал. Жастарымызды миллион улап, зомби қылып жатыр да, білім жоқ ешқандай. Не жоқ, мәдениет жоқ, тәрбие жоқ, азғыртып жатыр. Кім азғыртып жатыр? Мынау Тоқаев коммунист, мынау жаңағы Камсучка, журналистер, бәрді жәлептер, саяси проституткалар. Орыстың саясатын жүргізіп жатыр. Орыс әлеміне шығып жатқан менен басқа ешкім жоқ. Бұл өте қауіпті. Орыс әлеміне қарсы шығуға бұл өте қауіпті. Мейлі сен шетелде жүрсен де. Мен кімді қойдым ғой, Пригожин. Африкада болса да, у нас руки длинные достанем дейді. Шынымен де солай олар, Олар өздерінің жауларын, бүкіл жерден жаңағы қудалайды, өлтіреді. Бұл нақты бір мына дүние жүзінде бірақ мемлекет бар, орыс әлемі деген, қатыгез, ешкімді аямайды. Сол кезінде Сталин Троцкийді қалай ұстап алды, анау Аргентинада ма бір жақтан өлтірді. Содан айырылған жоқ олар. Өздерінің саяси оппоненттерін тек өлтіріп тұрады. Улап, өлтіріп, сөйтіп Қазақстанды қорқат бәрі, орыстарға қарсы шығатын. Ал біздің аңқаулар жаңағы коррупция, чиновник украл, министр украл, куда прокуратура смотрит. Прокуратура бәрі, мына ненің мүшелері, Финпол мүшелері. Кеше Финполдың орыс бастығы шығып тұр, миллиард украли, давайте обеспечьте законность, следите, чтоб не воровали деп өзінше жаңағы саяси упай жинап жатыр, сайқал. Ал ол миллиард теңге не ол қазір? Миллиард теңге 4 миллион доллар. Бұлар миллиард доллар 98 миллиардты олан жұтып қоймай, тынышталмайды. Мен тағы да қайталайын. Кеше Байден мақтанып жатыр, 7 ай күресіп, Украинаға 60 миллиард доллар береміз дейді. Оның ішінде тек 24 миллиард соғысқа бағытталған. Бізде ұлттық қорда 98 миллиард доллар бар. Оның иелік жасап тұрған Путин. Қараңыздар. Америка, әрен 7 айдың ішінде 24 миллиард долларын береміз деп шешті. Қараңыздар. Бізді бар байлыққа халықтың сауатсыздығынан, надандығынан, батылсыздығынан, чиновниктерге ренжімеңдер.
олардың үстінде Пригожин жаңағы солдаттары тұр, Путиннің солдаттары тұр, өлтіре салады. Мен қоғамға ұсынып жатқан мына тәсіл, бірақ тәсіл нақты халықты тығырықтан, елімізді тығырықтан шығаратын, мына байлыққа ие болатын. Сіздер мысалы үйлеріңізде тұрып жатса, бір ұрылар кіріп жатса, атып шығасыз ғой. Қажет болса атып өлтіресіз мылтықпен, дұрыс па? Тонап жатса. Ал мына жерде миллиардтап ұрлап жатыр, үнін шығармайды ешкімді. Неге? Анау санасымен жұмыс жасағанда салаларымен себептің несін байланысын жасалмайды, көрмейді, керек қылмайды. Қалтасына біреу тонап жатса, ол төбелеседі. Үйіне кіріп жатса, төбелеседі. Ал ана жерде миллиардтаған Американы қайталайым, небары 24 миллиард долларды беру үшін 7 ай жүрді қырылысып республикалық партия мен демократ партиялар. Бұны қорытатын мысалы мені көп қарамайды адамдар. Неге қарамайды? Қорыта алмайды. Мына ақпаратты бұл жаңағы не ғой, тағам, санаға тағам, пища для размышления. Бірақ оны қорыта алмайды. Неге? Мәселен, Ержан ақылды халықты баста емес. Мәселен, мынау сұм жүйе, Кремльдің сұмырайлары халықпен жұмыс жасағанда санасын солай тәрбиелеген, қоғамдық сана, ұлттың санасын Ресейде де, Қазақстанда меңгермейтін қыл. Меңгермейді. Мінеки мәселеде жатыр. Сондықтан мынау жақсы болады, егер 20 мың адам табылса, миллиер уланбаған, зомбиге айналмаған, сатылмаған, мыналардың торларына түспеген, онда мына қазақ халқында, Қазақстан халқында 20 миллион халықтың мүмкіншілік пайда болады мына орыстардың әлемінен шығуға.